Егіздер жайлы. Егіздер қалай туылады? Адам баласының ана құрсағына өзі сияқты екінші бір ұрықта баламен қатар жетіліп, дүниеге бір уақытта келеді. Егіз болып туылуы көзбен құлаққа үйреншікті жағдай. Бірақ егіздер жайлы не білеміз? Әлемде 70-80 миллионға жуық егіз адамдардың жұптары бар көрінеді. Адам ұрпағы саналатын егіздердің негізгі екі түрі бар. Бірі бір жынысты бір-біріне қатты ұқсайтын егіздер, екінші бір-біріне қатты ұқсамайтын түрлері ағайынды адамдар сияқты ұқсас боп келетін егіздер. Егіздердің екі түрлі болуының сыры екі түрлі жауаппен түсіндіріледі. Монозигикалық егіздер бір ұрықты немесе бір ұрық жасушалы егіздер бір ғана аналық жасушаның қарапайым жол арқылы бір ғана сперматозоидпен ұрықтануы кезінде алғашқы бөлшектену процесінен соң бірде-екі бөлікке бөлініп кетуінен пайда болады. Екі бөліктің де генетикалық қасиеттері бірдей болып қалады. Ары қарай бір-бірінен аумай қалған екі ұрық дами бастайды. Бірдей қасиетке де ие екі ұрықтың дамуының қыр-сырын ғалымдар осы күнге дейін дөп басып айта алмай келеді. Оның басты себебі ұрықтың екіге бөлінуін реттеп отыратын биохимиялық механизмдердің күрделілігі. Монозигиталы балаларды туу ешқандай сыртқы экологиялық, физикалық, химиялық және де гендік факторларға тәуелді емес. Түрлі статистикалар әрбір мыңыншы жүктіліктің үшеуі монозигиталы жүктілік болады деген деректер келтіріледі. Жер бетіндегі егіздердің 30%-нан жоғарыдағы генетикалық процестердің себебінен пайда болады екен. Егіздердің екінші түрі әйелдердің етек кіру кезінде бір ғана аналық ұрық жасушасы жетіледі, бірақ бұл үнемі солай болады дегенді білдірмейді. Ал кей жағдайларда бір мезетте екі аналық ұрық жасушасы жетіліп кетеді. Ол екі жасуша да сперматозоид арқылы ұрықтанып жатырда бір-бірінен бөлек түрде дамитын екі түрлі ұрық пайда болады. Олар бір-біріне аздап ұқсас болғанымен гендік қасиеттері әртүрлі болады. Бір-біріне 100% ұқсас егіздерді қазіргі замандағы дамыған жоғарғы технологиялық ғылыми жетістіктердің көмегімен де дүниеге әкелу мүмкін емес. Ол жағы адамзат жаратылысының сыры ашылмаған құпия болып қалуда. Ғалымдар қай ұлт өкілдерінің арасында егіз туу жағдайының жиі кездесетінін ғана анықтай алған. Әдеттегі жүктілік 39-40 аптаға созылса, екі балалы егіздер кезінде 36 аптаға, ал 3 бала или 4 балалы егіздер кезінде 33-34 аптаға, ал 5 балалы егіздер кезінде 28-29 аптаға созылады екен. Әлем елдерінде егіздердің туылу көрсеткіштері әртүрлі. Мысалы, егіздер Қытайда, Жапония, Африка елдерінде көптеп туылады. Ал сондай-ақ Еуропа елдерінде ең соңғы орында болып келеді. 60-шы жылдармен салыстырғанда қазіргі уақытта егіздердің дүниеге келуі 2,5 есе артқан. Егіз балаларды дүниеге әкелу оңай емес. Егіз балаларды дүниеге әкелу қаншалықты қуанышты болса, соншалықты әйел ағзасына күш түсіреді. Мысалы, іште екі баланың салмағын қосқандағы салмақ қалыпты жағдайдағы бір баланың салмағынан ауыр келеді. Зәр шығару жүйесіне ауырлық түседі. Ағзасындағы кальцийлердің көп мөлшері жоғалтады. Егіз балалар неге әлсіз болады? Байқасаңыздар, екі немесе одан көп туылған бауырлардың бір мезетте егіз болып туылу барысында жүктілік мерзімі қысқа. Сәбилердің жағдайы қалыпты жағдайдан азырақ болады. Оның себебі ана құрсағында жатып бір ұрықта
тиесілі оттегіні мен қоректік заттарды екеу немесе 3-4 болып бөлісіп тұтынғандарында жатады екен. Кім бірінші дүниеге келеді? Егіздерге қатысты аңыздарға сенсек, бірінші болып салмағы ауырлау бала дүниеге есігін ашады екен. Ақиқатында егіздердің бірінші немесе екінші болып дүние есігін ашулары ана жатырындағы орналасуына тікелей байланысты. Бір рет екі ұрықты егіздерді дүниеге әкелген әйелдің екінші рет екі ұрықты егіздерді дүниеге әкелу ықтималдығы 2 есеге артады. Себебі екі ұрықты дамытып дағдыланған ағза екінші ретте екі ұрықты егіздерді дүниеге әкелуге бейім келеді.